Саламатсыздар ма оқушылар? Номер 69 жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Ғабидуллина Гүлнар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сызықтық функция және оның графигі. Сабақтың мақсаттары: y тең kx плюс v функциясының анықтамасын білу және графигін салу дағдысын қалыптастыру. Практикалық дағды: k коэффициентіне қатысты графиктің орналасуын анықтай білу. Есептеу дағдысы: координата осьтері мен қиылысу нүктелерінің графикті салмай табу. Сызықтық функцияның анықтамасы: y тең kx плюс v формуласымен беруге болатын функцияны сызықтық функция деп атаймыз. Мұндағы x-іміз тәуелсіз айнымалы, k және v қандай да бір сандар. Мысалдар: y тең 2x плюс 12, y тең минус 3x плюс 21, y тең 2,8x минус 7. Қосымша мысалдар: y тең минус 6x минус 4,2, y тең 1,1 плюс 4,4, y тең минус 15x минус 4,5. К коэффициентінің әсері: k үлкен 0-дан болғанда сызықтық функциямыз өседі. График сол жақтан оң жаққа қарай көтеріледі. Егер k кіші 0-дан болғанда сызықтық функция кемиді. График сол жақтан оң жаққа қарай төмен түседі. График бойынша функцияны анықтау. Графиктер бойынша y тең kx плюс v функцияларын анықтау үшін екі нүкте арқылы өтетін түзуді қарастырамыз. Бірінші, нүктелерді анықтау. Түзу өтетін екі нүктенің координаталарын табамыз. Екінші, v коэффициентін табу, y осімен қиылысу нүктесінен v мәнін анықтаймыз. К коэффициентін есептеу. Екі нүкте арқылы k коэффициентін есептейміз. Есептер: мына функциялар сызықтық функция болады ма? Бірінші, y тең x плюс 1,9. Бұл сызықтық функцияға жатады. Екінші, y тең 13 минус x. Бұл да сызықтық функцияға жатады. Үшінші, y тең x квадрат минус 5. Бұл жерде x-іміз x квадрат болып тұрғандықтан сызықтық функцияға жатпайды. Төртінші, y тең 5,3/1. Бұл сызықтық функцияға жатпайды. Бесінші, y тең 0,5x минус 3. Бұл сызықтық функцияға жатады. Алтыншы, y тең минус 11-ден x плюс 3. Бұл да сызықтық функцияға жатады екен. График салу әдістемесі: кесте құру, x мәндерін таңдап, сәйкес мәндерін есептеу. Нүктелерін белгілеу. Координата жүйесінде нүктелерді дәл белгілеу. Түзу жүргізу. Нүктелер арқылы түзу сызық жүргізу. Координата осьтерімен қиылысу. Графикті салмай осьтерімен қиылысу нүктелерін табу әдісі. Y осімен қиылысу. X-тің орнына 0 қойып, y мәнін табамыз. Нүкте 0-да v. Y тең 2x плюс 12 үшін x-тің орнына 0 қоятын болсақ, y-іміз 12-ге тең болады. Y тең минус 3x плюс 21 функциясы үшін x-тің орнына 0 қоятын болсақ, y-іміз 21-ге тең болады. X осімен қиылысу. Y-тің орнына 0 қойып, x мәнін табамыз. Y тең 2x плюс 12 үшін x-іміз минус 6-ға, y-іміз 0-ға тең болады. Y тең минус 3x плюс 21 үшін x-іміз 7-ге, y-іміз 0-ға тең болады. Сабақтың қорытындысы: бүгін сабақта нені білдік? Сызықтық функцияны анықтамасы мен қасиеттерін. Нені үйрендік? График салу үшін коэффициенттерінің әсерін анықтадық. Осымен сабағымыз аяқталды.
Сау болыңыздар, оқушылар!